Қосымша келісім. Өтеулі қызметтер көрсету шартына өзгеріс енгізу қажет болған жағдайда, байланысқан құжаттар реестрінде қосымша келісім құрылуы тиіс. Қосымша келісім бойынша өзгертілген келісім шарт бөлімі актіге тікелей байланысты. Қосымша келісімді орындаушыдан өзге тұлға құруы тиіс. Қосымша келісімді құру үшін панельде көрсетілген құжаттар. Келісім шарттар. Оның ішінде келісім шарттар реестрі бөліміне кіруі қажет. Тізімде көрсетілген сіздің келісім шартты таңдаңыз. Карта батырмасын басыңыз. Ашылған бетте лентадағы байланысқан құжаттар реестрі батырмасын таңдаңыз. Байланысқан құжаттар бетінде қосымша келісім батырмасы көрсетілген. Келісім жасау арқылы шарттың аяқталу күнін, еңбекақы көлемін, шарттың мәнін, техникалық сипаттаманы өзгерте аласыз. Ал біздің тараптан қол қоюшы тұлға, контрагент өзгеріссіз қалады. Тіркеу нөмірі мен күні автоматты түрде тағайындалады. Өзгеріс енгізу өрісіне келісім шарттың қай бөліміне өзгерту енгізгелі жатқаныңызды жазыңыз. Қалыптасқан құжатта сіз енгізген мәтін бос орынға келіп түседі. Мысалы, бірінші және екінші бөлімге сөзін жазсаңыз, құжатта осылай көрсетіледі. Келесі кезекте өзгеріс енгізгіңіз келген жолды таңдап, өзгертулер жасаңыз. Қажетті өзгертулер жасалған соң, сақтау батырмасын басыңыз. Деректер сақталғаннан кейін жіберу батырмасын басып келісімге жіберіңіз. Ашылған келісуге жіберу терезесіне тұлғаларды енгізіп шығыңыз. Реттілік бойынша бірінші, орындаушы электронды цифрлық қолтаңба арқылы қол қояды. Кейіннен департамент директоры, басқарма мүшесі проректор, заң бөлімінің басшысы, талдау және жоспарлау басқармасының жетекшісі тек келісіп шығады. Соңғы кезекте басқарма төрағасы, ректор электронды цифрлық қолтаңба арқылы қол қоюы тиіс. Барлық тұлғалар енгізілген соң жіберу батырмасын басыңыз. Келісім статусы автоматты түрде келісуде болып өзгереді. Қалыптасқан келісімді көру үшін көру қосалқы бетіне өтіп көре аласыз. Қосымша келісім статусы келісілді болған соң, автоматты түрде құрылды статусындағы актілерде сіз өзгеріс енгізген жолдар өзгертілетін болады. Ал келісуде немесе келісілді статусындағы актілер өзгеріссіз қалады. Қосымша келісімге қолданушы электронды цифрлық қолтаңба арқылы қол қою үшін жүйеге кіріп, оң жақ жоғарғы бөлікте көрсетілген хабарламалар батырмасын басып, сілтеме арқылы өтуі қажет. Құжатқа өту бетінен келісімді көре алады. Қол қою бетіне өтіп, EGOV мобайл қосымшасы арқылы QR-ды сканерлеп немесе электронды цифрлық қолтаңбасын пайдаланып қол қоюы қажет. Қосымша келісімді құрған тұлға қол қоюшыларға сілтемені мессенджер арқылы жібере алады. Ол үшін келісім шарттар реестрінен қажетті келісім шартты таңдап ашыңыз. Жоғарғы лентадан байланысқан құжаттар батырмасын басыңыз. Ашылған беттен тиісті қосымша келісімді таңдап карта батырмасын басыңыз. Келісім парағын таңдаңыз. Қол қойылған құжат бетінде көрсетілген сілтемені көшіріп алып, оны қажетті тұлғаларға жібере аласыз.